Қашаған қанымызды ішіп бітті. Бүгін мәжілісте мұнай-газ секторын дамыту мәселелеріне арналған отырыста депутаттар үкіметке Қашаған мұнай жобасына қатысты сұрақ қойды. Ал жанармай тапшылығы туралы айтқан халық қалаулылары мұнай өндіру көлемін ұлғайтсақ та, оның пайдасын көре алмаймыз, келеміз деді. Тақырыпты Еркеғали Болатұлы толықтырады. Парламенттік тыңдауға мүдделі министрліктерден 8 өкіл келіп, мұнай-газ саласына қатысты баяндама жасады. Олардың сөзінше бұл бағытта бәрі жақсы сияқты. Олай болса, елімізде неге жанар-жағармай тапшылығы орын алып отыр? Ол неліктен қымбаттап кетті? Мәжіліс төрағасының орынбасары Дариға Назарбаева осы мәселені көтерді. Касающийся обеспечения нефтепродуктами. Күзде болатын жанармай тапшылығына қатысты ішкі нарықтағы ажиотаж мектеп оқулықтары аясындағы дүрлікпені еске салады. Біз мұнай шығару деңгейіміз 91 жылдан бастап 2014 жылға дейін 5 миллион тоннадан 80 миллионға артты деп мақтанамыз. Алайда әлі де сапалы бензиннің тапшылығынан зардап шегіп отырмыз. Күз жақындап қалды. Енді жанармай бекеттеріндегі әдетке айналған ажиотаж қайтадан болама деген қауіп бар. Осы орайда энергетика министрінің орынбасары Ұзақбай Қарабалин бензин бағасының мұнайдың әлемдік бағасына тәуелді болатынын алға тартты. Ал мұнайдың әлемдік бағасы дегенде депутат Омархан Өксікбаев тіксініп қалды. Сөйтіп ол премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевқа сұрақ қойды. Мынау Қашаған деген біздің қанымыз ішіп бітті ғой. Кезінде 14 миллиардтан бастаған шығынды бүгін 54 миллиардқа жеткізді. Ал енді оның екінші кезегі 150 миллиардтан асады деген тағы да болжам бар. Мен Бақытжан Әбдірұлына қояйын деген сұрағымның көлемі мынандай болатын. Енді егер 150 миллиард екінші кезекте осы Қашағанға шығынданатын қаражат болса, қазір соның 90%-дан артығы түгел шетелден алып келіп, сол келген ақша қайтадан сол кетіп жатыр шетелге. Біздің мына индустриялық бағдарламамызды неге біз осы қаржыға бет бұрғызып, соған бағыттамаймыз? Бірақ бұл сұрақтың жауабын Сағынтаев емес, Қарабалин жазбаша түрде беретін болды. Одан өзге мәліметтеріне қарағанда қазір Қазақстан мұнайы әлемнің 30-дан астам еліне экспортталуда. Сондай-ақ теңіз кен орнында жаңа нысандардың құрылысы кезеңінде 20 мың жұмыс орны құрылмақ. Еркеғали Болатұлы, Ахмедияр Дулатұлы, Қазақ Ньюс, Астана.